мынаны қараңыздаршы, мынау қосымша табыс табуға болатын мүмкіндік. Мынау споттық сауда деп аталады негізінде. То есть ATX деген қазақстандық криптобиржа, мынау ATX деген қазақстандық лицензиясы бар, заңды біріншіден, екіншіден заңды болған сәйкесінше адал сауда жасау түрі және риск жоқ есебі десек те болады. Себебі ақшаңды бұның ішінен жоғалтпайсың, картаң блокқа түспейді, заңды түрде ақшаны ішіне кіргізіп шығаруға болады. БЦК банк арқылы, Береке банк арқылы моментальный ақшаны кіргізуге болады, комиссия ұстамайды ешқандай да. И теңгеге ішінен уже крипто доллар сатып аласыз, обменник болып отыра бересіз ішінде. Былтыр лимит бар еді, қазір лимит жоқ бұл жерде, вообще лимит жоқ. Қанша не алдырсаң да вообще проблема жоқ. Главное, жылына бір мәрте налог төлесең болды тапқан табыстан. 464, 462 деп мысалға жерде. 462-ден алам деп тұрасың да, 468-ден деп сатам деп шығасың. 474-ден 472-ден сатам дейсің. Осылай сауда жасауға болады, қосымша табыс. Бұл енді мен тегін таратқан едім бұл сабақты. По-моему, қадірін түсінбеген сияқты көп адамдар. Тегіннің қадірі жоқ екенін көзім жетті. Сондықтан қол жетімді бағада, нереально қол жетімді бағада, мен білесіздер. Бұл нарықта 40 мың, 50 мың теңгеден көрдім мен біраз адамдардан. 5-ақ мың теңгеге өшімді сабақ. Бірінші алған 100 адамға 5 мың теңгеден беремін сабақты. Дайын сабақтар бар. Үйреніп кету оңай, жеңіл. Кез келген адам істеп кете алады. Оборотқа бір, примерно оборотыңызға бір, білмеймін, бастапқы кезде қолыңыз үйретуге бір 20-30 мың теңгеде жетеді. Практика жасауға да. Вообще қиын емес, оңай, жеңіл істеп кету. Астан номер қалдырам. Немесе телеграмға жазыңыз, немесе WhatsAppқа жазыңыз. Арғы толық дайын сабақ бар. Бәрін түсіндірем.